Ең алғашқы туындыларымның ішіндегі өзіндік орны бар, өзіме ыстық туындым еді. Ана тағдыры. Әйел қырық шырақты. Осы сөздің құдіреті шексіз ғой. Қаншама елдер осы сөзді естерінде сақтап, отбасылық зорлық зомбылық көрсе де, балалар үшін отбасын сақтап отыр. Тіпті жұмыс, үй балаларын тәрбиесі деп жүріп, өз денсаулықтарына да мән бере алмайды. Бұл жазбаны жазуыма бір ананың тағдыры себеп болды. Өзі әйел, өзі еркек. Мен осылай айтар едім. Себебі жолдасы болса да, бар ауыртпашылық өз мойнында. Жастайынан қаншама қиындық көріп, күйеудің ішкені, ішіп келіп таяқтап ұрғаны, сол қиындыққа шыдап жүріп, 4 баланы жетілдірген ана. Қорған болар ер азаматы ащы суға тәуелді. Еш жерде жұмыс істемейді. Бастапқыда жұмыс істеген. Бірақ ақкөңіл отағасы бастығының айтуымен өз атынан ірі көлемде несие алып, бизнес ашпақшы болады. Ақшаны алған бастығы кейін хабарласпай кетеді. Несиені енді өзі төлеу керек. Жұмыссыз қалған. Несие төлей алмай, есеп шоттары бұғатталған. Несием бар ғой, оны қалай төлеймін деген ер азаматы жоқ. Қайта ішкілікке салынып кетеді. Қанша қиындық көрсе де, шыдап келген ана денсаулығы сыр берсе де, жұмыс істеп, жолдасының несиесін төлеп біткенше ештеңе білдірмейді. Білдірмеуге тырысады. Бірде ауырып тексертуге апарған балалары анасының обыр ауруына шалдыққанын біледі. Балаларының апармаған ауруханасы қалмады. Қай жерде жақсы емші бар десе, сол жерге барып Алладан үміттерін үзбеді. Балаларымның анасы ғой деп, көмек берудің орнына ештеңе етпейді деп. Ащы суын ішіп жүрген отағасы еш өкінер емес. 2 жыл. Осы 2 жылда ер мінезді ананың шарасыз болғанын, түнімен көз ілмей ауырғанына шыдамай жылағанын көрдім. Бастапқыда осы ауру пайда болған кезде емдеткенде жазылып кетер ме еді мүмкін. Қатерлі ісік ауруы сол ананы қинап жіберді. Жүрегімді тебіренткен бұл оқиға ананың шырылдап қиналған жан дауысы шығып, жылап жататыны көз алдымда өтті. Бұл ауыр көрініске куә болған оңай емес екен. Не керек? Арап-арып, бер-апарып еш нәтиже болмағасын 4-5 айда төсекке таңылған анаға балалары қараумен болды. Өз шаңырағым болса екен деп, уақытында несие алып жер телімінде алып қойған. Ол несиенде төлеп құтылған ана қатты қуанғаны көпке бармай ауырып қалды. Өзінің жазылмасын сезгенде-ақ, өз шаңырағыма барайын деп қоймай, бітпеген баспанасына көшіп кеткен. Алыстағы ағайыннан жаныңдағы көршің жақсы дейді емес пе? Көрші болғанымен туыстай араласушы едік. Көшіп кеткеннен кейін телефон арқылы жағдайын біліп жүрдім. Апам жазылып кетіп, келінін көрсе екен деуші едік. Мен оны апа деуші едім. Сол күні бармай, келесі жексенбі барып, апамды көріп келейін деп жүргенімде қаралы хабар келерін білмедім ғой. Өзімнің жолдасымда ауыр халде ауырып енді жүріп жүрген кез еді. Жолдасым жолды көтере алмайды. Келесі жексенбі күні дайын көлікпен барып апаны көріп келейік деген болатын. Жұмыста жүргенімде апамның дүние салғанын естідім. Жылап жүріп жолдасым айтып едім, дайын көлікпен барып кел деді. Өзі денсаулығы болмай бармады. Жол бойы қайран апамай, жаның тыныштық тапқан шығар деумен бардым. Өзім уколын салып жүргенімде қолымнан қысып жылаушы еді. Жаныңыз жәннатта болсын. Алтынға бергісіз жан едіңіз. Өзі ауырып отырса да жолдасын ойлап отырушы еді. Қолда барда алтынның қадірін білмей ішімдікке әуес болған жолдасы сол күні алдымнан шығып, апаңнан айырылып қалдық қой деп жылағаны жанымды ауыртты. Ауырып жаны қиналған кезде қарайласпаған еді. Енді бәрі кеш болғанда өкініп тұр. Кінәлі деп ол кісіні жазғырудан аулақпын. Мүмкін әйелі бар шаруаны тындырып отырғасын, сені барқа сүйеген болар.